қалай сабақты күшті аяқтауға болады дейді. Біріншіден, сабақты күшті аяқтау дегеніміз не? Сол нәрсені ашып алайық. Сабақты күшті аяқтау дегеніміз ол сіз мақсатыңызға, конкретно мақсатыңызға жете алуыңыз, яғни соңынан нүктесін қойып қорытындылай алуыңыз. Вот сол нәрсе сабақты күшті аяқтау. Яғни сіздің сабақтың өзінен 45 минуттың басы бар, ортасы бар және сабақтың аяғы бар, соңы бар. Вот сол кезде сізде міндетті түрде осы 3 час сақталу керек. Міндетті түрде. Себебі, осының алдында осы постта айтқан болатын, еще егер мықты көрінгің келсе, саған импровизация керек деп. Неге? Себебі мынандай ситуациялар бар. Мұғалімдер кейде қобалжыдым деп бүкіл тапсырманы беріп тастайды да пәленбай уақыт артық қалады. Бұндай да мұғалімдер бар. Ол таңғалатын дүние емес. Екіншіден, ондай да ситуациялар бар дегенім. Екіншіден, кейде болады, жаңағыдай кейбір тапсырмаларды оқушылар ұзақ істеп қалады да, немесе бір қандай техникалық ситуациялар болып қалады. Вот солайынан тіпті бірнеше тапсырма жасалмай қалғаны былай тұрсын, жаңағыдай соңынан бағалауға да, рефлексияға да үлгермей қалатын ситуацияларда болады. Вот сол кезде мен осы постта айтқан болатын, импровизация керек деп. Яғни уақытыңызға қарап есептеп тұрасыз да, міндетті түрде соңына 5-6 минут алып қаласыз. Міндетті түрде қысқаратын жеріне қысқартып үлгермей жатсаңыз. Өйткені сіз тапсырманы орындата берсеңіз, сіздің сабағыңыз аяқсыз қалады. Яғни қоңырау ұрып кетеді, болды. Аяғы жоқ сабақтың. Аяғы болу үшін міндетті түрде сізге рефлексия керек, кері байланыс керек, бағалау керек, сосын қорытынды керек. Вот осы нәрсе керек, осы нәрсені ұмытпаңыздар. Міндетті түрде уақытқа қарап тұрасыз да 5-6 минут қалма, болды. Тапсырманы сол жерден импровизация жасап, аяқтатқызып жібересіз да, все, арғай рефлексия жасатып жібересіз. Бірнеше баладан жазбаша да, жазып атқан кезде ауызша да сұрап, кері байланысын сұрап жібересіз. Одан кейін бағалап жібересіз. Одан кейін жалпы бүгінгі мақсатты осындайға жеттік, сіздер жарайсыздар деген сияқты өзіңіздің пікіріңізді де білдіріп, сабақты аяқтайсыз. Вот ол нәрсе сізде аяқтауға жатады. Яғни ол күшті аяқтау деген дүние, сіз қандай әдіс-тәсілдермен аяқтайсыз, соған байланысты. Ал жалпы аяқтауға құрылымына осы дүниелер жатады. Сіз қандай рефлексиямен жағдай балалардан қандай кері байланыс аласыз. Вот сол нәрсе уже сіздің креативіңізге байланысты да. Қалай, немен бағалайсыз, соның барлығы креативке байланысты. Қаншалықты креативті болса, сол құрылым күшті болады да. Сондықтан да негізгі құрылым осы. Так что сабақтың міндетті түрде басына ғана назар аудармай, аяғына міндетті түрде назар аударыңыздар. Себебі өте құнды және өте маңызды бөлігі сабақтың.